Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі қашықтықтағы сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бүгінгі қашықтықтағы физика сабағын алып баратын физика пәні мұғалімі мен Жаппарова Гүлмира Пәттиевна. Яғни біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз тірі ағзалардың өміріндегі жылу құбылыстарының рөлі. Оқу мақсаты, яғни әртүрлі температураларда тірі ағзалардың бейімделуіне мысалдар келтіруді үйренеміз. Тірі ағзалардың өмірлеріндегі жылу құбылыстарының рөлін сипаттай алуды үйренеміз. Адам, жануарлар, аңдардың тіршілік қарекеті, климат пен ауа райына тәуелді екендігін түсіндіре аламыз. Тірі ағзаларда энергияның жоғалуын азайтатын қабатшалар болатынын түсінеміз және оларға мысалдар келтіре аламыз. Тірі ағзалардағы тіршіліктердің, яғни оларда жылу құбылыстарын ажыратып көрейік. Мысалға, өсімдіктердің бейімделуін алайық. Яғни өсімдіктерді біздер тірі ағзаларға кіргіземіз, өсімдіктердің бейімделуін қарастырайық. Кейбір өсімдіктер қоршаған ортаға бейімделу үшін құрылысын өзгертеді. Мысалы, шөл өсімдіктері жапырақтарын өзгертеді. Мысалға суретке қарайтын болсақ, кактус тікенін мысал қылып келтіре аламыз. Өсімдіктер қысқа қарай жапырақтарын тастап тыныштық күйге көшеді, яғни жапырақтары түседі. Ерте гүлдейтін өсімдіктер жазда да тыныштық күйге көшеді. Мысал қылып қызғалдақты ала аламыз. Өсімдіктердің әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделуін қарастырайық. Көлеңкеде өсетін саумалдық, шытырлақ, тағы басқа өсімдіктерді алатын болсақ, бұлардың температуралық максимумы плюс 40,5 градус Цельсийден 42,5 градус Цельсийге дейін болады. Су өсімдіктеріне жататын элодия гүлін алатын болсақ, плюс 38,5 градус Цельсийден валеснерия гүлін алатын болсақ, 41,5 градус Цельсий болып есептелінеді. Біршама көлеңкелеу жерде өсетін шыршай, сүйел шөп, құрық-құлақтарды, тағы басқа өсімдіктерде ең жоғары температуралық деңгейі плюс 45 градус Цельсийден 46 градус Цельсий шамасында болады. Ең жоғары температуралық деңгейі плюс 48 градус Цельсийден шамасында болатын қалампыр гүлдерінің біраз түрлері кіреді. Андыз гүлі кіреді. Ашық қуаңшылық аймақтарда өсетін өсімдіктер бұлар. Қоңыржай аймақтарда өсетін қаралқа және сасық медуана гүлдері 49,5 градус Цельсийден плюс 47 градус Цельсий шамасында болады. Қарамақша гүлін алатын болсақ, плюс 44 градус Цельсийден 45 градус Цельсий шамасында. Ыстыққа өте төзімді жасаң шөп кіреді. Оның ең шыдамды температурасы плюс 48,5 градус Цельсийден 54,5 градус Цельсийге дейін шыдай алады. Енді жануарлар тіршілігіне мысалдар келтіретін болсақ, жануарлар тіршілігінде нелерді мысал қылып аламыз? Яғни жануарлар суретке қарап отырсақ, біздер суретте жануарларды көріп отырмыз. Жануарлар дүниесіндегі төмендегі суреттерге қарайтын болсақ, температурадан сақтану жолдары өсімдіктердікіне ұқсас болып келеді. Суық өңірлерде тіршілік ететін жануарлар өлшемі жағынан кішірек болып келеді. Мысалы, орта ендіктердегі қызыл түлкі поляр түлкісіне қарағанда көлемі жағынан үлкендеу болып келеді. Поляр түлкісінің орташа салмағы 3,5 килограммнан болып, ал қызыл түлкінің салмағы 6 және 5 килограммға дейін болып келеді. Тек солтүстік аюларының белсенді тірліктерінің арқасында жыл бойына тері астында майы қалың, терісі тығыз болып келеді және өлшемі жағынан қоңыр аюдан асып түседі. Көптеген жануарлар аязды күндері денесінің ауданын кішірейтуді, яғни жылу реттеу әдісі ретінде қолданады, яғни дөңгеленіп жатады. Суретте біз дөңгеленіп жатқан түлкіні, қызыл түлкіні көріп отырмыз. Дөңгеленіп бүктеліп жату арқылы жануарлар өз денесінің жылуын сақтайды. Эволюция барысында суық климат жағдайында тіршілік ететін жануарлар қоршаған суық орта мен ағзаның арасында арнайы жылу оқшаулағыш қабат болып табылатын мамық, жүн, тері астында және майға ие болады. Аязды күндерде бұтақта отырған құстар өздерінің қауырсындарын қомпайтып алады, яғни мойындарын іштеріне тартып, қауырсындарын көтеріп отырады. Яғни бұл арқылы ауа көлемін молайту, жылу оқшаулағышты арттырады. Бұл да өздерін
құстар үшін ең қолайлы тиімді тәсілдердің бірі. Жер бетінде қыс мезгілінде ұйқыға кететін көптеген жануарлар бар. Мысалы, ағаюлы, борсықтар, жанаттар, түрлі кеміргіштер бар. Олар анабиоз әдісіне енеді. Яғни анабиоз әдісі зат алмасудың ең төменгі деңгейіне өтеді. Енді біз адамдарды қарастырайық. Адамдар өмір сүру үшін міндетті шарттардың бірі дене температурасының тұрақты болуы. Бұл ішкі органдар мен бұлшықеттер үшін маңызды. Терінің температурасы қоршаған ортаға байланысты өзгеріп отырады. Дененің ішкі органдары мен терінің температурасының айырмашылығы 10 градус Цельсийге дейін болуы мүмкін. Жылу алмасу қан айналымының арасында жүреді. Қан капиллярға жеткенде дененің жеке бөліктеріне жылу жеткізіледі. Ағзаның жоғалтқан жылуы сол дәрежеге орнына келуі керек. Әйтпесе аса қатты қызу немесе өте қатты тоңу орын алады. Тұрақты температураның сақталуына жылу реттеу механизмдері жауап береді. Суықтың әсерінен жылу реттеудің физикалық механизмдері іске қосылады. Мысалға, өкпе ұяшықтары және тері тамырлары тарыла бастайды. Егер физикалық жылу реттеу механизмі жеткіліксіз болса, онда химиялық механизмдер іске келеді. Бұлшықет тонусы көтеріледі, бұлшықет дірілдей бастайды. Бұл оттекті тұтынуды күшейтуге әкеліп соғады. Соған байланысты қан қысымы, бұлшықеттегі қан қысымының жылдамдығы көтеріледі. Діріл теріде орналасқан бұлшықет талшықтарының тарылуының нәтижесінде пайда болады. Бұл ағзада жылу жоғалту артқанда пайда болатын табиғи реакция дейміз. Діріл бірде бәсеңде, бірде күшейіп бірнеше сағатқа дейін созылуы мүмкін. Яғни суретке қарасаңыздар, адамзатта болатын жылу құбылыстарын, яғни адам суық жағдайда өзін қалай ұстайды. Жылу оқшаулағыш киімдер киеді, тұрақты температураның сақталуына жылу реттеу механизмдері жауап береді. Салқын жақта өмір сүретін адамдар суыққа бейімделе келе төзімді болып келеді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп есептеймін. Яғни біздер бүгінгі сабағымызды, яғни тірі ағзалардағы тіршіліктің жылу құбылыстарының рөлін адамзатта және өсімдіктерде, жануарларда ажыратып мысалдармен талқыладық, яғни айтып көрдік. Енді өзімізді бас бармақ тәсілі арқылы бағалап көрейікші, яғни сабақты жақсы түсіндім десеңіздер, барлығыңыз түсіндім, яғни түсіндім белгісін қойыңыздар, яғни бас бармақтарыңызды жоғары көтеріңіздер. Енді түсініп келемін, бармағының суреті де көрсетілген сіздерге, және түсінбедім бармағы. Яғни біздердің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.